Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге безенің рецептімен бөлісетін боламын. Ал сәттілік сіздерге, менімен бірге жасаңыздар. Беземізді дайындамас бұрын сіздерге айтатын нәрсе, ыдыстарымыз осындай стеклянный болу керек және эмальді болу керек. Және бұлар майлы емес, таза құрғақ болу керек. Және де венчигімізде құп-құрғақ болу керек. Сонда біздің беземіз жақсы шығады. Қантымыз бен белокты салып, венчикпен араластырамыз. Бірдей масса болғанша. Сіздерге айта кететін нәрсе, белокты бөліп алған кезде ешқандай да бір капляда жылток түспеу керек. Меренгамыз жақсы шығу үшін. Бірдей масса болған соң, массамызды водяной баняға қойып миксерлейміз. Миксермен ақ ұлпа болғанша дейін тоқтатпаймыз. Шамамен 7-10 минуттай миксерлейміз. Отымыздың астын барынша шығарып қоямыз. Меренгамыз дұрыс шығу үшін сіздерге миксерлеріңіздің жоғары ватта болғаны дұрыс. Меренгамызды қоюлату үшін мен 2 ас қасық сахарный пудра салдым. Мінекей бізде осындай қою масса шықты. Осылай көтерген кезде өз формасын ұстап тұру керек. Дайын болған массамызды 2-ге бөліп, қалауларыңыз бойынша әртүрлі түстерге боясаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған духовкамызға 60-70 градустағы 2 сағаттай кептіріп аламыз. Беземіз сынып кетпес үшін духовкамызды осылай кішкене ашып қоямыз. Әдемі форма шығу үшін. Мінекей біздің беземіз 2 сағатта кептірілді. Қараңыздаршы, өте керемет, әдемі формада сақталған. Видеода көрсетілгендей қылып жасасаңыздар, безелеріңіз күшті болып шығады. Мен айтқан рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео рецептімді соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.